Бүгінгі біздің фетрден жасалған интерактивті әлем атты жобамызға қош келдіңіздер. Біздің мақсатымыз ұлттық құндылықтарды қайта дәріптеу, жаңғырту болып есептелінеді. Ендеше барлықтарыңыз орындарыңызға жайғаса алыңыздар. Фетрден жасалған интерактивті әлем. Осы фетрдан жасалған көрнекіліктерді мен уже қанша жылдан бері жасап келе жатырмын, өздеріңіз білесіздер. Асық ойына астына төсеніште бастады, пальчиковый саусақ театрын жасадым, қолғап театрын жасадым, одан кейін костюмын жасадық, неше түрлі картинкалар жасап жатырмыз. Енді бүгінгі қолданылатын біздің осы турамызды бұрыннан жасап келе жатқан көрнекіліктерге тағы да қосымша енгізіп отырмын. Балалардың қызығушылықтарын арттыру, фетр материалынан жасалған интерактивті көрнекіліктерге QR кодтарын пайдаланып, олардың білімге деген қызығушылықтарын арттыру. Мен осы жасап қойған көрнекіліктерге QR кодын енгіземін. Сөйтіп, кез келген көрнекілігімді мен уже оған жаңғыртып сөйлете аламын десем болады. Мысалға, мына қандай ертегі? Қайсыларыңызда телефон бар? QR кодты ашып. Менде ашылды. Шай ертеде үш аю. Мен әріптестер көріп тұрмыз ба, осы QR коды арқылы дәл осы ертегі ашылып. Қай ертегісіздерге? Үйшік. Орыс халық ертегісі. Бұл орманда болған оқиға. Көріп отырсыздар, әрбір жасалған көрнекілікке осылай QR кодын қосу арқылы балалардың қызығушылығын одан да ары қарай арттыра түсу. Яғни біз өзіміздің тобымызда открыткадан жасап қойған ертегілер әлемін барлықтарыңыз жақсырып жатсыздар. Бала соған барып, сотовый телефонды қойса, сол ертегі ашылады, ол балалар үшін өте қызық болды бірінші кезде. Енді біз өзіміздің жасаған көрнекіліктерімізден осы QR кодын қойсақ, ол өздерінің қолына ұстап тұрған заттың уже интернетпен қатысы бар екен көрсе, ол одан да тіптен қызық болады деп ойлаймын. Ертеде кемпір мен шал өмір сүріпті. Олардың Маша деген құрсақ. Орыс халық ертегісі. Қашан оқиға болды. Тауық жұмыртқа салыпты. Жәрдемдеген үш торай өмір сүріпті. Ағалы інілі нақ-нақ. Енді құлақ ертегісі. Ертеде орманның бір... Қандай сезімдесіздер? Бала қалай ойлайсыздар? Өзіміздің әрбір іс-әрекетімізді өстіп көрсеттікте болады екен деген. Табиғат қоршауына арнап жасаған заттарын. Бұл жерде де енді осыдан тағы да идея келіп тұр. Табиғат бұрышында мысалы менде бақалар тұр, маймыл бар. Соның әрқайсысына осылай QR жасап қоямын болашақта. Енді мына көріңіз, бұл қандай құс екенін балалар білмейді ғой, нақты атын білмейді. Бірақ осы QR арқылы балаларға мен соның толықтай видеосын, қаяқтан шыққанын, немен қоректенетінін, сол туралы мәліметтер алуға болады. Жаңағы бақаны да, менде енді маймыл тұр. Ең ғажайып құстардың бірі. Қырғауыл тұқымдасына жатады. Туыстығы жағынан қораздарға өте жақын. Ол жәндіктермен, өсімдіктермен, кейде ұсақ жануарлармен қоректенеді. Енді бұл жерде айтып жатқан жай, телевизордан қоса уже балаға үлкен экраннан көрсете береді да, біз айтпаймыз, бізде материал уже ютубтан дайын тұрады. Мен тек қана ертегілер, менің ертегілер әлемім, яғни табиғат бұрышы мен топтағы ғана заттарым осылай интерактивный болсын емес, менде үйінде отырған ата-аналар бар ғой, мен тобымды келіп көріп отқан жоқ, соларға арнап мен өзіме балаларыма Құдай қаласа, биыл балаларым бітірсе, осындай бір әлем жасап берем деген ойдамын. Енді бұл жерде біздің әрбір өткен іс-әрекетімізді мына суретке жақындатсаңыз, сол іс-әрекеттегі бүкіл сол күнгі болған оқиғалар осы жерден көрсетеді. Инстаграмнан сразу шығарып береді ғой. Инстаграмнан да, ютубтан да, фейсбуктан да қандай жерлер бар, соның бәріне салған нәрседен алуға болады. Қай желіге саласың, содан алуға болады.
құндылықтарды қолдап жатырмыз. Оны тастармен ойнайды. Бес тас ойыны. Соны қазір асықпен ойнайды екен. Енді бес тас ойыны дейді бізде қазақтарда бұрынғы апаларымыз, әжелеріміз ойнаған екен. Ол кезде бірақ бес шекен тас дейді ғой. Дөңгелек тастармен қолға ыңғайлы болу үшін сондай тастармен ойнаған екен. Қазір біз енді асықты да қайтадан дәріптеп жатырмыз деп асықпен көрсетейін. Бұл бес тастың ойыны 13 этаптан тұрады екен. Шеруінің өзі былай екен. Міне бірінші кезеңі былай. Бұл бірінші кезеңі, бір-біреуден. Мынау екінші кезең. Осылай ыңғайлап тастасаңыздар, өздеріңіз сразу алады екенсіздер. Мынау үшінші кезең, кішкене қиындау болып тұр. Міне, саналады. Мынау төртінші кезең. Жинай алмаймын. Бесіншісі бізде жалақ дейді. Мына тасты аспанға лақтыр. Қанша уақытта біреу ма, екеу ма, үшеу ма, оның бәрі очко. Мен екі рет жалап үлгердім. Бұл бесіншісі жалақ дейді. Алтыншысы тура сондай, бірақ алақанға жинап отырады екенбіз. Жетіншісі былай төрт бұрыш. Міне, бұл бізде жетінші кезең екен. Сегізіншісі мынаны аспанға лақтырамыз да, мынаны аламыз, керісінше мынаны алғанда ананы тастап кетеміз. Бұл ауыстырмақ екен. Тоғызыншы кезегі үндемес екен. Мен жа алған кезде сақыр, мына бір-біріне тиіп сақыр сұқырен қалды ғой. Ауыл кезде дыбыстарын шығармай жинау керек екен. Енді одан кейін кезегі 10-шы бұл керісінше сарт сұрт дейді. Бұларды дыбысқа еркін шығарып, бір-біріне тегізіп, ойнай береді. Көпір деген бар. Оныншы ұпай екен. Мынаны аспанға лақтырып қалып, қол төсеп қалған кезде бір асық түссе, 10 ұпай, 2 асық түссе, 20 ұпай деген. Менде 10 ұпаймен. Енді бұл жердегі бұл ойынның мақсаты қолдың икемділігін, қазір моторика дейміз ғой, осы икемділікті арттыру, зейінімізді арттыру, жылдамдық, шапшаңдық, осылардың барын қамтиды екен. Біздің ежелден келе жатқан әдемі бес тас ойынның мақсаты осы екен. Шымкент қаласының эмблемасы қызғалдағы, бұда да QR қойылады. Наяқ ертегі әлем болып отқан кейін мына Шымкентпен мына музыкалық аспаптарды домбыра деп кете береміз, олар основной домбыраны ғана біледі, жақсы. А мынау аспаптарымызды түрін көреді, мынандай сықырлақ деп айта салады. Сол себепті QR-ға осындай музыкалық аспаптарға тексеріп көрсеңіздер болады. Балалар біз сіздермен қазақтың ұлттық аспаптарының бірі асатаяқ аспабымен таныс болайық. Асатаяқ біріктіргенде текемет пайда болады.
келгендеріңіз үшін рахмет. Кішкене де болса сіздерге пайдасы тисін деп. Бір шетінен көрнекілігіңіз болады, бір шетінен сөйлейтін тірі көрнекіліктер болады деп, болашақта қолданыңыздар деп осындай нәрсе ойлап шығардық. Бүгін біздің балауса тобының тәрбиешісі Шекербекова Камшаттың фетрадан жасалған интерактивті әлемі деген тақырыбында сондай керемет әсер алдық. Қазіргі қазақтың ұлттық құндылықтарын дәріптеу барысында көптеген жаңағы ертегілер, қолдан жасалған, фетрадан жасалған көптеген дүниелердің бәрін қазіргі біздің 21 ғасырға байланысты барлық нәрсені балалар көзбен көріп, қолымен ұстаған жағдайда ғана барлық нәрсені ұғатынын осылар арқылы көрсетіп жатыр. Ондағы белгі бірінші мынау QR код арқылы. Осы QR код арқылы балалар жаңағы біздің телефонымыз арқылы мына құстың қайда өмір сүретіні, аты қандай, немен қоректенеді, бір жалпы бір осы тауыс құсы емес, барлық ертегілерді де осы QR код арқылы балаларға толық жетілдіру, көру, білім беру мақсатында жасалыпты. Бізге ұнады. Камшатқа тек алға дейміз, сәттілік дейміз. Үлкен рахмет. Құрметті әріптестер, бүгін маған осы жоба өте қатты ұнады. Камшат апайдың және Арайлым апайдың жобасы өте қатты ұнады. Мына ұлттық аспаптарымызды дәріптеуге мына QR код арқылы кіріп, қандай дыбыс салатынын естуге болады.